Бәріне сәлем. Бүгін тақырып су тұз алмасуы. Бәріміз білетіндей, су біздің өміріміздің мәні болып саналады. Сусыз өмір жоқ деп айтсақ болады. Сусыз адам 2 күннен артық өмір сүре алмайды. Енді ересектердегі судың көлемі бізде 60%-ды құрайды екен, ал жаңа туылған нәрестелерде 80%-ды құрайды. Енді осы сулар 60%-ы бәрі бір жерде тұрған жоқ, олар белгілі бір орындарда таралған денемізде. Жасуша ішінде 70%-ы орналасса сұйықтықтың, сонымен қатар онда калий көп, ал жасуша сыртында, жасуша сырты деп отырғанымыз ол тамыр іші, жасушалардың арасы және транскапиллярлы кеңістіктер болып саналады. Оның ішінде натрий көп екен. Оның құрамының 30%-ын 60%-ың 30%-ы осы жасуша сыртында болады екен. Енді мына ұғыммен танысайық. Су балансы. Су балансы организмге түскен және шыққан судың көлемінің тең болуы. Біз күнделікті су ішеміз. Негізінде нормада 2,5 литрдей су ішу керекпіз. Осы көлемде қазір қарастыратын боламыз нормасын. Енді су бізге қалай түседі? Түскен су ол су арқылы 1,2 литр көлемінде түсетін болса, тамақ арқылы 1 литр көлемінде су түсетін болады. Және де эндогенді су 0,3 литрді құрайды. Бізде биохимиядан білеміз, көмірсу, май, белок алмасуының соңғы реакцияларын барып қарайтын болсаңыздар, соңында суды түзіледі. Сол судың барлығы 0,3 литрді құрайды екен. Ал шыққан су, бізде су бүйрек арқылы шығады, 1,4 литр. Тер және өкпе арқылы 1 литр шығады екен. Ішек арқылы 0,1 литрі шығып кететін болады. Барлығын қосқанда 2,5 литр шығады. 2,5 литр су түсті ағзаға, 2,5 литр су шықты ағзадан. Енді су балансының бұзылатын жағдайлары бар. Су балансының бұзылысын біз екіге бөліп қарастырамыз. Біріншісі оң және екіншісі теріс. Оң ол бізге организмге түскен су көп шыққанға қарағанда болғанда. Ал теріс ол шыққан су көп болады түскенге қарағанда. Терістің салдары сусыздануға алып келеді. Сусыздануды біз басқаша дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз деп атасақ болады. Қазірге гипогидратацияны жаттап алыңыздар, осы сөзді қолданатын боламыз алдағы уақытта. Оңның нәтижесі бізде ісінулерге, қуыста сұйықтық жиналуға және сумен улануға алып келетін болады. Енді жаңа сусыздануды қарастырамыз. Сусыздануды біз гипогидратация деп айттық, оның этиологиясына негізгі 2 негізгі себеп жатыр. Бірінші себеп ол судың жеткіліксіз түсуі. Сусыздану этиологиясы. Сусыздануды біз жаңа гипогидратация деп атадық. Онда 2 негізгі себеп бар. Біріншісі ол судың жеткіліксіз түсуі. Судың жеткіліксіз түсуі бұл апаттық жағдайларда тіркеледі көбінесе. Мысалы, бір айдалада, ен далада адасып кеткен соң біз су таппай қалатын боламыз. Немесе бір бөлмеде қамалып қалдық, немесе бір жерде үгіндінің астында қалып кеттік деген секілді. Одан кейін келесі жағдай ол құтырумен ауыру. Бізде ит тістеген кезде радиовирус жұқтыратын боламыз. Бешенство дейтін ауру. Осы құтырумен ауырған кезде адамдар судан үркейтін болады екен. Және де үшіншісі ол бас ми жарақаты кезінде. Төртіншісі ол өңештің тарылуы. Өңеш тарылған кезде сұйықтықтың өтуі қиын болады. Соның нәтижесінде судың жеткіліксіз түсуі туындайды. И соңғысы кома деп аталады. Екінші негізгі себеп ол бізде шамадан тыс су жоғалту. Ол қандай кезде? Су барысында диарея, полиурия кезінде болады. Полиурия бізде қант диабетінде және қантсыз диабетте де кездеседі. Гиперсаливация, шамадан тыс сілекей безінің белсеніп кетуі. Гипервентиляция, тым қатты демалған кезде сұйықтықтың шығып кетуі. Жаңа шыққан су бізде тер және өкпе арқылы шығады дедік. Міне гипервентиляция арқылы да судан айырылатын боламыз. Тер бөлінуінің көбеюі, қан жоғалту және көлемдік күйік осы шамадан тыс суды жоғалтуға алып келетін болады. Енді бұл этиологиясы ғой. Ал енді сусызданудың түрлері бар. Бізде 3 түрі бар. Оны біз жасуша сыртындағы сұйықтықтың осмостық қысымына байланысты айтатын боламыз.
Оның біріншісі ол бізде изотоникалық деп аталады, екіншісі гипотоникалық, үшіншісі ол гипертоникалық деп аталады. Енді біз осмолялдық деген терминмен танысу керекпіз. Қарапайым тілмен айтқанда ол осмолялдық ерітіндідегі суды өзіне тартатын бөлшектердің концентрациясын көрсетеді. Нормада ол 280-290 болады. Енді оларға не жатады бізде? Альбумин, белоктар, одан кейін бізде натрий бар, осы электролит тұз. Одан кейін бізде глюкозаны жатқызсақ болады. Енді изотоникалық деп отырғанымыз суда, тұзда екеуі де бірдей мөлшерде организмнен шығатын болады. Ол қандай жағдайда? Қан жоғалтқан кезде. Қан жоғалтқан кезде суда, тұзда бірдей мөлшерде жоғалады, содан изотоникалық сусызданудан. Енді келесі ол бізде гипертоникалық. Бұнда гипертоникалықта тұз қалып кетеді организмде, су көп мөлшерде шығып кетеді. Біз жаңа не дедік? Осмолялдық дегеніміз өзіне суды тартып тұратын заттар, қысым тудыратын заттар. Оның әсерінен гипертоникалық болып тұр міне. Сол гипертоникалық, ол қалай туындайды? Ол бізде полиурия кезінде, гиперсаливация кезінде, гипервентиляция кезінде дамитын болады. Одан кейін гипотоникалық. Гипотоникалықта біз электролиттерден, яғни тұздардан көбірек айырылатын боламыз суға қарағанда. Ол құсу кезінде, диарея кезінде тіркелетін болады. Мынаны біз изоосмолялды сусыздану деп атасақ болады. Гиперосмолялды, гипоосмолялды. Тоника, осмолялды екеуін айта берсек болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Сусыздануды гипогидратация деп атаймыз. Енді гипертоникалық гипогидратацияның патогенезін қарастырайық. Ол бізде суды тұзға қарағанда көп жоғалту болып саналады. Су көп жоғалады, тұз организмде қалып кетеді. Соның нәтижесінде бізде гиповолемия пайда болады қанда. Жалпы қан көлемінің төмендеп, артериялық қан қысымы да төмендейтін болады. Одан келіп бізде қан тұтқыр застойға айналады. Одан кейін ол бізде микроциркуляция бұзылады. Микроциркуляция бұзылды деген сөз біздің органдарымыз қанмен қамтамасыз етілуінің төмендеуі деген сөз. Соған біз бүйректің ишемиясын жатқызамыз. Бүйрек ишемиясы кезінде оның фильтрациясы төмендейді. Фильтрация төмендегендіктен бізде зәр аз бөлінетін болады. Оны біз олигурия деп атаймыз. Олигурия кезінде зәр аз бөлініп жатқандықтан бізде аутоинтоксикация болады. Организм өз-өзін улайтын болады. Енді суды тұзға қарағанда көп жоғалтқан кезде біз жасуша сыртында осмостық қысым жоғары. Судың бәрі кетіп қалды, тұздар қалып кетті жасуша сыртында. Енді осы кезде жасуша ішіндегі су сыртқа шығып жасушалар бүріседі. Осы жаңа айттық, осмолялдық дегеніміз ерітіндінің құрамындағы еріген заттардың суды өзіне тарту күші. Демек жасушаның ішіндегі сұйықтықты олар жасуша сыртына қарай тартып жатыр деген. Соның әсерінен жасушалар бүрісетін болады. Осыдан келіп бізде шөлдеу шығады. Шөл дегеннен бізде осылардың барлығының тағы да бір гипоксия пайда болады. Гипоксия метаболизмдік ацидоз тудырады. Бізде анаэробты гликолиз қосылады, лактаттардың жиналуының әсерінен метаболизмдік ацидоз пайда болады. Гипоксия және де микроциркуляцияның бұзылысынан да пайда болады. Одан бөлек бізде тіндердегі белоктар ыдырап, температураны көтеретін болады. Енді температураны көтеруі, аутоинтоксикация, метаболизмдік ацидоз барлығы орталық жүйке жүйесінің бұзылысына алып келеді. Есінен тануға, комаға, галлюцинациялар пайда болуы мүмкін. Келесі енді бізде гипотоникалық гипогидратация. Бұл бізде наоборот, тұздар көп жоғалады суға қарағанда. Енді бұндай жағдайда да жалпы қан айналым көлемі төмендейді, артериялық қан қысымы төмендейді. Соның нәтижесінде тура жаңағы тізбек секілді қан тұтқырланады, микроциркуляция бұзылады, бүйрек ишемиясы, фильтрация төмендеп, олигурия пайда болады. Олигурия нәтижесі аутоинтоксикация.
Және де микроциркуляция бұзылғаннан кейін бізде гипоксия тіркеледі. Тура жаңағыдай. Соның әсерінен метаболизмдік ацидоз пайда болады. Енді тұздар көп жоғалып жатқандықтан енді жасуша сыртында осмостық қысым төмендейді. Жасуша ішіндегі осмостық қысым енді жоғары болады бұл кезде. Жасуша сыртында төмен, жасуша ішінде жоғары. Енді сұйықтықтың бәрі сырттағы жасушаның ішіне кіретін болады. Сол кезде жасушалық ісіну пайда болады. Соның әсерінен бас ішілік қысым жоғарылайды. Ол өз кезегінде метаболизмдік ацидоз бар, аутоинтоксикация бар. Үшеуі қайтадан орталық жүйке жүйесінің бұзылысына. Кома, галлюцинация, жүрек айну, өте қатты бас ауыру жағдайы тіркелетін болады. Бұның бәрі сусыздану болды. Енді біз тым көп су түскен кездегі жағдайды қарастырайық. Оны біз гипергидратация деп атаймыз. Гипергидратация ол бізде гипертоникалық, изотоникалық, гипотоникалық. Тура жаңағыдай жасуша сыртындағы осмолялдық қысымға байланысты айтылған терминдер. Изотоникалық суда, тұзда организмге бірдей мөлшерде түсті. Екеуі де бірдей көбейіп жатыр. Гипертоникалық деген сөз организмде тұздың көбеюі. Суға қарағанда тұз көбейіп тұр. Бұл қандай жағдайда тіркеледі? Теңіз суын ішу кезінде және гипертоникалық ерітіндіні енгізу кезінде пайда болады. Ал гипотоникалық дегеніміз бүйрек жеткіліксіз жұмыс жасаған кезде немесе судың құрамында электролиттер аз суды тұтынған кезде бізде тұзға қарағанда судың мөлшері өте көп болады. Бұны біз сумен улану деп атаймыз. Енді біз гипергидратацияның формалары бар. Оның біріншісі ол ішемен, екіншісі ол ісіну, үшіншісі ол сумен улану. Ісінуді келесі видеода салатын боламыз. Енді ішемен деп отырған дене қуыстарында сұйықтықтың жиналуы. Мысалы, құрсақ қуысында сұйықтық жиналса, оны біз астит деп атаймыз. Плевра қуысында жиналса, гидроторакс деп атаймыз. Ми қарыншаларында жиналса, гидроцефалия. Жүрек қапта гидроперикард деп атайтын боламыз. Енді біз қазір сумен уланудың патогенезін талқылайық. Бұл бізде гипоосмолялды немесе гипотоникалық гипергидратация деп аталады. Құрамында электролиттер жоқ су тұтыну. Бүйрек жеткіліксіздігінде су көп тұтыну. Бұның этиологиясы негізінде. Бұндай кезде жасуша сыртында судың көбеюі гиперволемия болады. Жасуша сыртында су тым көп. Соның салдарынан біздегі қандағы бар эритроциттер, белоктардың мөлшері салыстырмалы түрде төмендеп кететін болады. Гипонатремия жағдай тіркеледі. Гипопротeinемия, эритроцитопения салыстырмалы барлығы. Егерде су кетсе, ол нормаға түсетін болады. Жасуша сыртында енді осмостық қысым төмендейді. Жасуша ішінде жоғарылайды. Соның салдарынан сырттағы сұйықтық жасушаның ішіне қарай енетін болады. Сөйтіп, бас ішілік қысым жоғарылайды жаңағыдай. Одан кейін орталық жүйке жүйесінің бұзылысы. Бас ауырады, жүрек айниды, сіреспе болады, судороги, кома болады. Келесі жасуша ішіне сұйықтық ене бергендіктен ол цитолиз жарылады. Эритроциттің ішіне енетін болса, гемолизге ұшырайтын болады. И бізде эритроциттің ішінде не бар? Гемоглобин бар. Ол гемоглобинемия, одан кейін барып гемоглобин урия пайда болады. Зәр арқылы гемоглобин шығып жатыр деген сөз. Ет жуындысы секілді болады зәрдің түсі осы кезде. Енді гемоглобин өз кезегінде бүйректі отырғызып тастайды. Тағы да бүйрек жеткіліксіздігіне алып келеді. Өзі кері айналып соғу шеңберін тудыратын болады. Енді бүйрек ары қарай өзінің жұмысын дұрыс атқармағандықтан жаңадан бері айтып жатырмыз, аутоинтоксикация. Ал аутоинтоксикация орталық жүйке жүйесіне барып тағы да соның бұзылысын тудыратын болады. Осымен аяқталды.